Қайырлы күн менің каналымның көрермендері. Бүгін біз 135-ші сабақтың есептерін шығарамыз. Видеоның соңына дейін көріп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушанында басып кетіңіз. Бірденен екінші мысалдың есептерін шығарудан бастайық, өйткені осында берілген мысалдардың барлығы бүгінгі жаңа сабаққа қатысты. 209-ды 2-ге көбейтейік. Бірліктен бастаймыз. 2-ні көбейтсек 18, 8-ін жазам 1 ойда. Мына екеуі 0-ге тең, ойдағы 1-ді қосамын, 1 болады. 2 жердегі 2 4. Енді бөлуді көрейік. 324-ті 3-ке бөлу керек екен. Әуелі жазып аламын, бұрыштап жазамын. 3-тің ішінде 3 1 рет бар, көбейтсек 3-ке тең. 0 қалады, 2-ні орнына түсіремін. 2-нің ішінде 3 жоқ, 0 рет бар. 2-ні көбейтсек 0-ге тең, 2 қалады, 4-ті қасына түсіреміз. 24 болды. 24-тің ішінде 3 8 рет бар. 2-ні көбейткенде 24 шығады. Енді осының қысқаша түрін көрсетейін. Қайтадан 324-ті 3-ке бөлу керек. 3-тің ішінде 3 1 рет бар. Көбейтсек 3 болады. Мына жерге 2-ні түсіреміз. 2-нің ішінде 3 жоқ болғандықтан 4-ті түсіреміз. 2 санды бірдей түсіргендіктен мына жаққа 1 0 береміз деп қарастырсақ та болады. Енді 24-тің ішінде 8 рет бар. 2-ні көбейтсек 24-ге тең. Сонда мәні 108-ге тең. Басқа мысалдарда тура осындай алгоритмді қолданып шығара береміз. Үшінші есептің А бөлігі. Комодтық кесірткенің ұзындығы 209 см, ал қолтырауының ұзындығы одан 3 есе артық. Қолтырауын комодтық алабажақ кесірткеден неше сантиметр ұзын? Есептің шарты бойынша біз әуелі мына жердегі белгісіз табуға алуымыз керек. Неше сантиметр ұзын немесе неше сантиметр қысқа екен табу үшін көп саннан аз санды азайтамыз. Сонда бізде қолтырауынан шыққан сан аз ба көп па соған мән берейік. Егер 3 есе артық болса, демек 209-дан артық сан шығады деген сөз. Сондықтан біз 209-ды әуелі 3-ке көбейтіп, қолтырауынды тауып алайық. Сөйтіп, келесі сұраққа жауап беру үшін одан 209-ды азайтып тастаймыз. 209 бен 3-тің көбейтіндісі 627, одан 209-ды азайтсақ 418. Яғни қолтырауын кесірткеге қарағанда 418 сантиметрге артық екен. А бөлігінде пілдің биіктігі шамамен 324 сантиметр, ал су сиырдың биіктігі одан 3 есе кем. Су сиырдың пілден неше сантиметрге аласа екенін табуымыз керек. Бұл есептің шешімі де алдыңғы есепке ұқсайды. Бұл жерде тек қана 3 есе кем дейді. Яғни бізде аз сан шығады. Су сиырдың салмағы пілден аз. Енді жаңа айттым, неше аласа немесе ұзын екенін, нешеуі артық, нешеуі кем екенін табу үшін біз азайту амалын орындаймыз. Сонда бізде пілдің салмағы артық, су сиырдың салмағы кем болып тұр ғой. Сондықтан біз әуелі 324-ті жазып аламыз да, одан кейін су сиырдың салмағын табу үшін 324-ті 3-ке бөлеміз. Сөйтіп бір-бірінен ажыратамыз. Мынау біздің су сиырдың салмағы. Ол жерден бізден 108 деген сан шығады. Енді 324-тен 108-ді азайтсақ, 216 сантиметр су сиыр аласа екен. Төртінші тапсырмада бізде теңдеулер берілген. Бұл теңдеулер бізге таныс. Күрделірек теңдеулер, оларды ықшамдап, мінекей, мәнін табатын жерлердің бәрін мәнін тауып, ықшамдап, қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. Сосын белгісіз сандардың мәнін таба береміз. Бесінші. Көбейтінділерді көбейткіштердің квадратына немесе кубына алмастырып, өрнектердің мәнін тап. Мына жерді кубқа немесе квадратқа айналдырып мәнін табамыз. 4-тің кубы шығады, ол 64-ке тең, 10-ның кубы 1000-ға тең, 5-тің квадраты, 3-тің квадраты, 2-ның кубы 8-ге тең, 6-ның квадраты 36-ға тең. А бөлігінде керісінше істейміз. Көбейткіштердің квадраты мен кубын көбейтінділермен алмастырып, өрнектердің мәнін табамыз. 4-тің кубын 4-ті 3 рет көбейтумен алмастырамыз.
10-ның квадратын 10-ды 2 рет көбейтумен алмастырамыз. 10-ның кубын 10-ды 3 рет көбейтумен, 9-ның квадратын 9-ды 2 рет көбейтумен, 2-ның кубын 3 рет көбейтумен, 4-дің квадратын 2 рет көбейтумен алмастырып, ары қарай амалдарды орындағанда осындай нәтиже шығады. 6-шы тапсырмада баған түрінде жазып есептеу керек. Мен оның 2 бағанын шығарып көрсеттім. Қалған 2 бағанды сол алгоритм бойынша шығарып, мәнін табуға болады. 7-ші есеп. Түйе ғажап жануар, ол сусыз 2 апта жүре алады. Түйе бір ішкенде 108 литрге дейін су ішеді. 6 түйеге неше литр су қажет? Мен бұл есептің шешімін баған түрінде көрсетейін. Бұл жерде 108 бен 6-ны көбейте саламыз. Ал жердегі 8-ім 48. 4 ойда, на екеуі 0 болады, ойдағы мен 4, на екеуі 6. Демек, 6 түйе 648 литр су ішеді екен. Бөлігінде ыстық күндері сиыр тәулігіне 105 литр су ішеді. Ыстық күндері сиыр бір аптада неше литр су ішеді? Тәулігіне 105 литр су ішсе, бір аптада нешені табу үшін 7-ге көбейтеміз. Өйткені бір аптада 7 күн бар, яғни 7 тәулік бар деген сөз. 105-ті 7-ге көбейтеміз. Екеуінің көбейтіндісі 35, 3 ойда 0 болады да ойдағы мен 3, мынау 7. Сонда бір аптада сиыр 735 литр су ішеді екен. 8-ші тапсырмада тік бұрышты үш бұрыштардың ауданын тап дейді. Бұл бізде қайталау тапсырмасы. Тік бұрышты үш бұрыштың ауданын табуды біз бұрынғы алдыңғы сабақтардан өткен болатынбыз. Әуелі біз мына үш бұрыштарды толықтырамыз. Тік бұрышқа толықтырамыз. Былай сызатын болсақ, бізде тік төртбұрыш шығады. Ал тік төртбұрыштың ауданын табуды білеміз. Жартысы үш бұрыш болғандықтан сол ауданды екіге бөле саламыз. Мына жерде де тура сондай толықтырып, ауданын табып екіге бөлеміз. Мына жерде де тура сол әдіспен шығарамыз. Бірінші үш бұрышта тік төртбұрыштың ауданы 6 см квадрат шығады. Оның жартысы үш бұрыш. Демек, үш бұрышымыздың ауданы 3 см квадратқа тең. Келесі екінші фигурада 12 см тік төртбұрыштыңқы, жартысының үш бұрыштың ауданы 6 см квадратқа тең. Оны білу үшін екіге бөлеміз. Мына жерде тік төртбұрыштың ауданы 20 см квадрат, оның жартысын табамыз. Үш бұрышты табу үшін 10 см квадрат шығады. Яғни, соңғы фигураның үш бұрыштың ауданы 10 см квадратқа тең екен. Соңғы тапсырма. Хайуанаттар бағы қызметкерлерінің қателігі нәтижесінде жануарлар өздерінің торларында болмай шықты. Осы қателікті түзеу керек және жануарларды өз торына орналастыру керек. Бірақ бір торға екі жыртқыш аңды қоюға болмайды. Бұл есепті шығару үшін әртүрлі нұсқасы болуы мүмкін. Мен соның бір нұсқасын ғана көрсетейін. Мына жерде бізде бос орын. Бос орынға біз әуелі қасқырды әкеп орналастырайық. Бос орынға қасқыр. Қасқырдың орны босады. Ол жерге қабыланды әкеп қойымыз керек. Өйткені ол қабыланның торы болатын. Қабыланды әкеп қояйық. Бұл екінші алгоритм болады. Енді арыстанның орны босады қабылан кеткеннен кейін. Енді арыстанның торына арыстанның өзін әкеп қоямыз. Бұл үшінші алгоритм болады. Арыстан. Арыстанның орны босады, оған қолтырауынды әкеп қоямыз. Қолтырауын есектің торына кіріп кеткен еді, ол жер босады. Енді есекті өз орнына келеміз. Бұл бесінші. Есек өз орнына келеді. Қасқырдың орны босады. Енді сол жерге бағанағы келген қасқырды апарып, бос орында тұрған қасқырды апарып қоямыз. Алтыншы қасқыр өз орнына келді. Мінекей осындай алгоритммен орындауға болады екен. Мінекей есептердің бәрі шықты. Сіздерге сәттілік тілеймін. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, комментарий жазып қойыңыздар, лайк басыңыздар, сөйтіп қазақ контентінің дамуын қолдап үлес қосып қойыңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар.